Әли ондық бөлшектерді қалай қосатынын түсінбей отыр. Кенет оған сиқырлы көмекші пайда болды. Сәлем, мен сенің сиқырлы досыңмын. Ондық бөлшектерді қосу үшін маңызды ережені білейік. Ең алдымен үтірлерді бірінің астына бірін дәл орналастырамыз. Содан кейін сандарды баған бойынша қосамыз. 3-ке 5-ті қосамыз 8, 2-ге 1-ді қосамыз 3. Жауабы 3,8. Ал енді азайтуды қарастырайық. Тағы да үтірлерді дәлдеп аламыз. Сандарды баған бойынша азайтамыз. 7-ден 4-ті азайтамыз 3, 4-тен 2-ні азайтамыз 2. Жауабы 2,3. Бірақ кейде ондық бөлшектердің ұзындығы әртүрлі болады. Ондай жағдайда жетіспейтін орынға 0 қосамыз. Енді баған бойынша қосамыз. 0-ге 5-ті қосамыз 5, 3-ге 2-ні қосамыз 5, 2-ге 1-ді қосамыз 3. Жауабы 3,55. Есіңде сақта, үтірді дәлде, бағанмен есепте. Қажет болса 0 қос. Ондық бөлшектерді қосу және азайту өте оңай. Қош болыңдар!